кеш жарық баршаңызға. Бүгін бізде 12 қараша. Қазір сағат 6-дан 4 минут кетіп жатыр. Бізді жұмысты бастап жатырмыз қазір. Слот алғанбыз. Жоспарланған слот сағат 6-дан 9-ға дейін. Ақтөбе қаласы бойынша Яндекс қызметінде жұмыс жасайтын боламыз. Қазір алғашқы тапсырыс түсті. Ол мен қазір Санкбай Батыр даңғылындамын. Ал алғашқы тапсырыс ағайынды Жұбановтар көшесінен Еурофарма деген дәріханадан түсіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, егер де дәріхана болған жағдайда термосөмкенің қажеті жоқ. Тек өзіміз барамызда алып кетеміз заттарды деп тапсырыстың нөмірін айтамыз, сосын кодын айтамыз, сол жерден алып кетеміз чегімен бірге. Сол кішігірім қала бойынша мына коэффициент айтпақшы 3-те 9 коэффициентпен берді. Ойлаңыздар, 3-те 9 коэффициентпен. Қазір енді сол жоспарланған слот бойынша жұмысқа бара жатырмыз. Айтпақшы бізге Яндекс еда, яғни Яндекс мақсат берді. 74, қателеспесем 74 тапсырыс орындасам ақша береді. Баланс ретінде, бонус ретінде балансқа түсетін болады. Мұны жерге скриншоттап кетем. Қаншалықты пайда түсетінін ол жерге скриншоттап кетем, және оған менің қанша күнім кеткені, қанша слот уақыт кеткені барлығын жазып кететін болам. Мысал келтіріп видео соңында. Сосын айтпақшы, алдында уәде бергендей нені қасымдағы жұмыстағы жігіттердің жұмыста қанша күнделікті қанша табыс тауып жүргенін негізі қоспайын деп шештім. Неге? Не себептен? Өйткені ол енді өзінің табысы ғой. Сол себептен мен біреудің табысын басқаларға жариялау мақсатында дұрыс емес деп шештім. Айып етпеңіздер. Ал менің өзім қаншалықты жұмыс істедім, қаншалықты табыс таптым, мен по факту көрсететін боламын. Қала бойынша 8 балл кептеліс. Жұмысты бастаймыз. Алғашқы тапсырысты аяқтадық. Шамамен шақырым, 1 шақырым, жоқ 2 шақырым, 300 метрдей болды. 10 этаж, 10 қабат шықтық. Лифтімен келе жатырмыз. Өте жақсы. Енді бастамасы өте жаман емес, өте жақсы бастамасы. Осылай короткий заказдар, тапсырыстар берсе, өте тіпті керемет болар еді. Өзіміз мақсатымызды орындап алатын. Алғашқы тапсырыстан 1231 теңге түсті. Қалай болады деймін, өте жақсы сияқты, мен өзім ойымша. Керемет тіпті. 5 минуттың ішінде болғанда жоқ па, 5 минут тіпті. 1231 теңге деген керемет қой. Жап-жақын. Енді келесі тапсырыс берді. Ванна Ғазиза Жұбанова көшесінде. Жап-жақын. Арасы 1,5 шақырым ба, сондай отырды. Осы кішкентай тапсырыстар берсе тіпті жақсы болады, арақашықтығы ша. Тапсырыстарды жиілетсе, сосын тіпті жақсы керемет болады. Автоқабылдау асықпайды, мен бәрібір сағат 9-ға дейін жұмыс істеймін, өйткені жоспарланған слот менде. Сол себептен шиқылдап, оны басып отқаннан өзім қабылдай береді, мен барам тек болды. Солай. Екінші тапсырысқа бара жатырмыз. Үшінші тапсырысты алдық біздер. Қазір термосөмкені фотобақылау өттік. Жарғы жерде. Енді қазір білмеймін, осы термосөмкені осы фотобақылау өткізгенде неге ертерек ескертпейді? Мысалы, осы уақытта термосөмкенің фотобақылауы ертерек өтіп қойсаңыз болады деп. Мысалы, көлікте естеріңізде болса, Яндекс таксиде егер де көліктің фотобақылауы өтетін болса, 1 сағат бұрын немесе 20 сағат бұрын ескертетін. Өзіме солай келген. Солай неге ескертіп қоймайды? Неге болса, жұмысқа шыққанда сұрайды ғой соны ше. Адам, сіз тапсырыс алмайсыз, термосөмкеңіз жоқ, өйткені термосөмке фотобақылаудан өткен жоқ деп. Солай. Енді қазір 3-ші тапсырысқа бара жатырмыз. Кішігірім сондай болады. Мүмкін функциясын енді алдағы уақытта қосатын болар. Мысалы, мен күндіз сағат термосөмкенің фотобақылауға 4-5 сағат қалды, немесе бір күн қалды, мысалы 24 сағат ескертіп қойса 24 сағат бұрын. Мұнда өтесін, бірден жұмысқа кірісіп кетесін. Ама уақыт алады кәдімгідей. 3 тапсырыстың өзінен 4134 теңге жиналып тұр ғой. Ойлаңызшы, мынау деген бар ғой, болмаған жағдай ғой. Жоқ, түсінем.
әрбір тапсырыс 1000 теңгеден болғанның өзінде, 1100 теңгеден болғанның өзінде, ол дегеніміз қанша теңге тіпті. Мысалы 3300 ғой да жобасы, 3,5 болсын, ладно. Мына 4100 болып тұр ғой, ойлаңызшы. 4100. Керемет. Керуен сетидегі KFC-ге келіп қалдық. Просто аяқтадық. 6770 теңге болды. Енді қазір келесі тапсырысқа бара жатырмыз. Донерный абай мана қалған жерден тағы баратырық сол жаққа. 6 тапсырыстан 8485 теңге таза табыс түсіп тұр. Таза табыс емес, осыдан 12% алып тастайсыз, сол кезде шығады. Қазір мына жерге монтаждап шығарып қойдым. Қанша теңге таза табыс түсіп кетті. Қазір сағат 8-ден 20 минут кетті. Орталық стадиондағы KFC-ге бара жатырмыз. Бізде сол жерден тапсырысты алып, біз барамыз дегенше 8-ден 20-25 минут кететін шығар, 5 минуттай. Сол жерден тапсырысты алғаннан кейін соңғы тапсырыс болатын сияқты, сол тапсырыс. Сосын соңғы видеоның соңында қорытындылайтын боламыз. Бердік, жоқ, 20 минут қалды. Бір тапсырыс беріп жатыр. Осы Павлодағы Пабло деген жерге барамыз. Пабло деген ресторан ғой. Сол рестораннан апарып тастағаннан кейін сол точно соңғы тапсырыс болады. Сосын қанша 3 сағаттық слотта қанша теңге таза табыс таптық. Соны қорытындылайтын боламыз. Солай. Күн кішкене балшық, бірақ ең қуантатыны тапсырыстардың барлығы коэффициентпен. Керемет коэффициент. Әшейін коэффициент емес. Керемет коэффициенттен. Қымбат ресторан ғой мынаушы. Қараңызшы. Пакет не дейін, четко ғой. Әшейін пакеттің өзіне дейін. Қағаз берейін күшті. Мына тағы да тапсырыс беріп жатыр маған. Мына қызық болды ғой. Обычно бермейтін еді, мұнда кәдімгідей ұрып жатыр ғой. Сағат міне 20:43 сағат тапсырыс ұрып жатыр. Өзі солай болады да. Қымбат рестораннан қымбат үйге ЖК Ресенанс деген. Әдемі. Баршаңызға осындай үйде тұру бұйырсын. Не деген үй. Баяғыда пицца істеп жүргенде келдік. Масқара ғонар. Баспалдақтардың өзі былай. Мақыршы. Әрбіріңіз осындай үй бұйырсын. Тек үйдің өзі бұйырмасын, берекесімен бұйырсын тек. Аяқталдық. Осылай жоспарланған слотымыз аяқталды. Сағат 9-дан 1 минут кетіп отыр. Жаңа кісілер студенттер ғой деймін. Саламатсыз ба, доставка ма деп терезеден балконнан лақтырып жүрді. Жоқ, терезе екен. Терезеден лақтырып жүрді. Телефоннан кілттім. Енді қазір үй жаққа деген алып қойғанмен, бірақ оған мен былай істегім келіп тұр. Бір жерге сол қойып қойыпты маған. Бір тапсырыс беріп қойдым, соған алып кетемін. Қазір көрсететін боламын. Ол тапсырыс қыздарыма және келіншегіме. Зат десеңіздер, міне мынадай зат. Мына клубника в шоколаде. Қалай, әдемі ме? Үлкен түрлерде болады, негізі. Пока 10 штугын алып тұрмын. Сосын көреміз, ұнатса үлкен түрлерді аламыз. Құрметті достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Қорытынды қанша теңге табыс таптым, сол қорытындысы шығатын болады. Ең бастысы денсаулықтарыңызға аса мән беріңіздер. Жерде жүрген жігіттерсіздерде коэффициенттер көп болсын, клиенттеріңіз көп болсын, тапсырыстар көп болсын, жақсы. Мына жаяу жүрген, жаңа де велосипедпен, мопедпен жүрген көрерлер, сіздерде қалың киініп жүріңіздер. Бірінші байлық денсаулық кейін ештен шығармайық. Егер де денсаулығымыз болмаса, барлығы қорқпай айтқанда екінші мәселе болып шығады. Бірінші мәселе деп аман есен тұрып кетсем екен деген мәселе болды екен адамдар. Денсаулық біздер енді ондай несімен ойламаймыз ғана. Алла үшін денсаулық жақсы, жұмысымыз солай, сол себептен денсаулыққа өте қатты мән беріңіздер. Витаминдер көп ішіңіздер. Оның
такси қызметінде, курьер қызметінде жүрген жігіттер мына тамақты да көп ішпейміз негізі. Сол міндетті түрде тамақты да өте жақсы обедпен жеңіздер. Өздеріңізді аямаңыздар. Сол мысалы 2 мың теңге, 3 мың теңге ма обедке қанша теңге шығады, түскі асқа қанша теңге шығады. Аямаңыздар өздеріңізді. Қажет болып жатқан жағдайда таңертең таңғы ас ішіп шығыңыздар. Үйден болмаса тіпті бар ғой, қазір кафелер бар, нелер бар, постоянно барып жүрсіздер ғой. Барып жүрсіздер ғой, сол себептен сол таң атпай тәбетшалап алыңыздар, сол денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Рахмет баршаңыздарға. Канал ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл бізде Ақтөбе қаласы бойынша 3 сағаттық слот. Мен кішкене кешіктім, 2 минуттай, маған ол енді саналмайтын да шығар, 2 минут дегеніміз. Бірақ ол ережені бұзу болып табылады Яндекстің. Канал ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, қолдау жасаңыздар. Мен де сіздерге риза боламын. Рахмет, көптен көп. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Еске сала кетейін, жылдың соңына дейін, яғни желтоқсан айына дейін, жылдың соңына дейін 1000 жазылымға жетем деп жоспар құрған болатын. Соған көмектесіңіздер. Рахмет баршаңызға. Сіз үшін жай ғана сәт, мен үшін үлкен қуаныш. Каналға лайк басу, каналға тіркелу деген. Рахмет, аман болыңыздар.